Жалпы партияның халық алдындағы ең басты міндеті сайлауалды бағдарламасының мүлтіксіз орындалуы. Есепті мерзімге өңірде сайлауалды бағдарлама 91,4%-ға жүзеге асқан. Яғни жол картада жоспарланған 116 шараның 106-сы орындалып, 6-сы жұмыс барысында. 2024 жылы елді мекендерді газбен қамтамасыз ету деңгейін 74%-ға жеткізу жоспарланған болатын. Алайда жергілікті әкімдікпен бірлескен жұмыстар нәтижесінде өңірде 15 елді мекен көгілдір отынға қосылып, елді мекендерді газбен қамтамасыз ету деңгейі 78%-ға жеткен. Сонымен қатар 766 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Соның ішінде Қызылорда қаласында жалғыз баспанасы апатты деп танылған азаматтарға 123 пәтер табысталды. Спорт саласы бойынша 4 нысан пайдалануға берілді. Білім саласында жайлы мектеп ұлттық жобасы бойынша 6900 орындық 10 мектептің құрылысы жүргізілді. Оның ішінде Қызылорда қаласы Сырдария өзенінің сол жағалауындағы 900 орындық, Кібе мөлтек аудандағы 600 орындық мектеп және Жаңақорған ауданының Жаңарық ауылында және Арал қаласында 300 орындық 2 жайлы мектеп табысталды. Сонымен қатар Арал ауданы Тоқабай ауылындағы нөмір 248-ші, Шиелі ауданы Шиелі кенті нөмірі 252-ші және Жансейіт ауылындағы нөмірі 133-ші апатты мектептердің мәселесі шешілді. Денсаулық сақтау саласы бойынша облыстық қан орталығы ауылдық елді мекендерде 9 дәрігерлік амбулатория мен 2 фельдшерлік акушерлік бекет пен Арал ауданы Сексеуіл кентінде 40 төсек орынға арналған ауылдық аурухана ел игілігіне табыс етілді. Бұл жұмыстарда биылғы жоспарға сәйкес жүргізілмек. Сондай-ақ есепті мерзімде өңірде бір аудан 38 ауылда әкімдер сайлауы өтіп, онда Аманат партиясының ұсынылған 38 үміткер жеңіске жеткен. Партиялық бақылау комиссиялары мен сайлауалды бағдарламасы жол картасы атап өткендей 76 нысанға біз партиялық бақылау бекеттерін қойғанбыз. Аудандарда, қалаларда біздің партиялық бақылау комиссиялар барып, сол жерде қадағалау жұмыстарын жүргізілді. Соның нәтижесінде 60 нысан бірлесіп әкімдіктермен уақытында мерзімінде пайдалануға берілді. 16 нысан қазіргі таңда партиялық бақылауда. Мұнан бөлек партиялық бақылау комиссиясы мектептер, ауруханалар, асханаларына жаңа оқу жылы мен әлеуметтік нысандардың қысқы жылыту маусымына дайындығына тұрақты қорына тақырыптық мониторингтер жүргізілді. Бақылау комиссияларын бөлек барлық деңгейде мәслихат практикаларының жұмысы жаңа жолға қойылып, олардың өзара байланысы нығайып, тұрғындардың проблемаларымен үйлесімді арқылы шешілуде.